وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ дейді. Адам баласы жүрегінде иман болмағандықтан, Алланың заңдылықтарын түсінбегендіктен, көп мәселелерде Алла мен Алланың заңдылықтарына қатысты білімсіз болғандықтан, өзінің басына жақсылықты қалай тілеп жүрсе, жамандықты да солай тілейді дейді. Жамандықты да солай тілеп шақырады дейді. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Өйткені адам баласы сондай бір асығыстыққа бейім жаралған дейді. Яғни білім болмаған кезде асығыстық адамды жеңіп кетеді екен. Білім болмаған кезде адамды мұң, уайым, ашу деген нәрселер жеңіп кетеді. Сол кезде ол өзінің басына бір жамандықты шақыра салады дейді Алла Тағала. Көбінесе Алла Тағала біздерді қалаған кезінде өзінің даналығына сай таршылықпен сынауы мүмкін, бір қиындықпен сынауы мүмкін. Немесе бірінен соң бірі келіп жатқан сәбилер шетіней беруі мүмкін. Алла өзі біледі не істеп жатқанын. Ол өзінің ісінде дана. Алайда біз Алланың бұл заңдылығын сынақ үшін жаралғанымызды түсінбеген кезде, жаңағындай қиындықтарды көтере алмай қалып, адам басына сол кезде бір жамандықты тілеуге дайын тұрады екен. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында қасындағы сахабалар, олар да енді бірте-бірте үйреніп жатыр. Біз де бірте-бірте үйреніп жатқандай. Сол бірте-бірте дінді, Алланың заңдылықтарын үйреніп жатқан кездер болатын. Сондай бір жорықтардың бірінде, сахабалардың айтуы бойынша, жорықтардың бірінде бір түйеге 7 адамнан кезектесіп мінген кезіміз болды дейді. Сол кезде бір кісінің кезегі келді де, ол түйеге мінген кезде түйе жүрмей қойды дейді. Сол түйенің жүрмей қойғанына да адам деген сондай әлсіз, мысалы бір күшті болуы мүмкін, ол біреумен күресетін болса жеңіп кетуі мүмкін. Бірақ Алланың оны бір көндіргісі келетін жағдай туғызғанда, сол жағдайға көніп жатқанын көтере алмайтын адамдар болады. Мысалы, келе жатып сүрініп қалғанына соны көтере алмай жылайтын адамдар болады да, сөйтіп жолды лағнет дейді ол. Мысалы, сондай нәрселер бар, мінездер. Сонда жаңағы сахабалардың біреуі сөйтіп жаңағы түйені лағнет деп жібереді. Өй, қарғыс атқыр деп, мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіп қалады да, кім ол түйесін қарғап атқан? Мен деп айтады. Түс андағы түйеден не үшін үстінде отырсың лағнет дегеннен кейін? Оған қарғыс айтып үстінде қалай отырсың дейді да. Сосын сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла тадъу аля анфусикум». Ешқашан өздеріңе жамандық тілемеңдер. «Ва ла тадъу аля хадамикум». Қол астыларындағы қызмет жасап жүрген адамдарға да жамандық тілемеңдер. «Ва ла аля ауладикум». Балаларыңа да жамандық тілемеңдер. «Ва ла аля амваликум». Сондай-ақ малдарыңа да жамандық тілемеңдер. «Ла туафиқу мин Аллахи сағатан юссалу фиха атаан фаястаджиба лакум» деп аяқтайды сол хадисін. Алла Тағаланың міндетті түрде жауап беретін сағатына сәйкес келіп қалмасын өзіңе жамандық тілеп атқан кезің дейді. «Фаиннал малаиката юамминуна аля ма тақулун». Шынымен де періштелер айтып жатқан сөздеріңе амин деп қалады дейді. Сондықтан да бала сізге берілген. Сіз оны тәрбие мектебінен өткізу керексіз. Оны тәрбиелеу жолында үлкен сабыр керек, үлкен рақымдылық керек. Ол сіз ойлағандай жұмыс емес ол. Сіз сол жұмыстың табиғатына сыну керексіз да. Егер сіз сынбасаңыз, ана бала сіздің ойыңыздағыдай болмай жатқанда, «Өй» деп, бізде қаншама сөздер бар үйде. Қарапайым болып кеткен, мысалы қоғамда қарасаңыз, «Мойның үзілгір» деген сөз айтылады. Кәдімгідей айтылады ол. Дүкенге жіберіп бармай қалса, құрып кеткір деген сөз айтылып жатады. Неше түрлі сөздерді естіп жатырмыз адамдардан, мысалы. Келмеске кетсін деген сөздер айтылып жатады. Сол жаңа қыздарға да сондай нәрселер айтылып жатады. Дұрыс адамын таппағыр. Неше түрлі сөздер балаларға айтылып жатады. Ол бала тәрбие мектебіндегі бала ол.
сен баламен жұмыс жасай алмай жатқан кезде өзіңіз ойлаңыз да. Сондықтан да көлігіңіз жүрмей қалса, көрдіңіз ба, көне алмайсыз. Көну деген ол бір қорлық. Сосын көлікке тіл тигізіп қана өзіңнің дәрежеңді көтересің. Итаяқ, құрып кеткір деп өзіңді көтересің да, оны түсіргің келеді. Яғни өзіңді көтеру үшін біреуді түсірмейді ғой. Ол өзіңнің көлігің ғой. Аталы қалады, сынады. Неге ол көлік сіздің ойыңыздағыдай бола беру керек ол? Балада сіздің ойыңыздағыдай бола бермейді. Тәрбиеленіп жатқан нәрсе ол. Сондай-ақ қызметшілеріңе де жамандық тілемеңдер деп жатыр. Қызметші де ешқашан әрдайым жаңағы бір істерін кәміл қылып орындай бермейді. Яғни сіз жұмыс беруші болсаңыз, қарамағыңыздағы адам жұмыс істеп жатқан кезде міндетті түрде қателіктер кетеді. Сіз адамның қателесуіне мүмкіндік беру керексіз. Көліктің жүрмей қалуына мүмкіндік беру керексіз. Ол тек Аллада ғана қалаған нәрсесі болады. Біз сынақ үшін жаралғанбыз да. Сондықтан да сынақтардың кезінде жаңағындай дұғаларда айтудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйып жатыр. Өйткені жамандық шақыру бұл негізінде имансыздардың ісі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға келіп, Алладан абайлаңдар, кешегі Самуд қауымы, Ад қауымының басына келген нәрселер кеп қалуы мүмкін бастарыңа. Сақ болыңдар, маған бойұсыныңдар, тыңдаңдар, мен Алланың елшісімін деген жанашыр сөздерін айтып жатқан кезде, сонда жаңағындай тәкаппар біреулері фәтина бима тағидуна ин кунта минас садиқин, егер рас айтушылардан болсаң, онда бізге сол уәде еткен азабыңды әкел. Қараңыз. Яғни тәкаппарлықтың сондай бір жаман көрінісі олардағы. Жақсылықтан гөрі жамандықты асығып тілейтіндігіне бір Анфал сүресінде әдемі аят бар, солардың сөздері келтірілген сол жерде. Вақалу Аллахумма, былай деп айтқан сонда Мекке мүшриктерінің көсемдері, жаңағы Бәдірде күллісі құртылғандар, Меккелік кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не деп айтты? Аллахумма деп тілеп жатыр кәдімгідей. Я Алламыз деп сыйынып жатыр. Қараңыз. Я Алламыз, ин кана хаза хуал хаққа мин индика. Егер де мына Мұхаммедтің сөйлеп жатқан нәрсесі шынымен де сенің қасыңнан келген ақиқат болса. Сөйлем әден басталды ма? Я Алламыз, егер де мына Мұхаммедтің сөйлеп жатқан, шақырып жатқан нәрсесі шынымен де сенің қасыңнан келген ақиқат болса. Қандай сөйлем тұру керек? Одан кейін біздің сүнніміз бойынша онда бізді соған ергіз. Бұл жақсылық тілеу. Бірақ сөйлемдеріңіз қараңыз қалай аяқталады. Егер де бұл Мұхаммедтің айтып жатқан, шақырып жатқан нәрсесі сенің қасыңнан келген ақиқат болса, фаамтир алейна хижарата минас сама, онда аспаннан бізге тас жаудыр, үстімізге. Қараңыз, қандай дәрежеге дейін жамандық тілеуі мүмкін адам өзіне. Ау тина би ғазабин әлим, немесе бір жан қинайтын азабыңды әкел. Қараңыз. Сонда да Алла тағала олар солындай дұғаны бастарына тілесе де, Алланың рахымы ашуын жеңген Юнус сүресінде Алла тағала баяндағандай, «Валау юғаджируллаху линнаса аш-шарра истиғжалахум бил хойри лақудия байнахум». Егер де сол адамдар өздеріне жақсылық тілеп атқан кезде, Алла тағала соған жауап беріп, оларға бергені секілді, жамандылық тілеген кездерінде де бере салған болса, онда олардың мерзімі сол күні бітер еді дейді, жердің бетінде. Сонда Алла тағала мүмкіндік береді. Сондықтан да мұсылманның иман бергеннен кейін жақсылық беріліп атқан кезде де, жаңағындай сынақ, қиындықтар келіп атқан кезде де сөзіңіз, дұғаңыз тура жолда болу керек. Тура жолда болудың ең әдемі дұғасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер де оған жақсылық келсе, көңіліне ұнайтын нәрсе келсе, онда альхамдулилля дейтін. Бізге үйретілген керемет сөз. Сол альхамдулилля бірден таразыға кетеді ғой. Оның салмағы зор болады. Жаңағы қиыншылық қандай көлемде болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Инна ғизамил жазаи маға ғизамил балаи». Шынымен де сауаптың ұлылығы сынақтың ұлылығымен қатар жүреді дейді. Сынақ үлкен болса,
онда оның сауабы өте үлкен болады. Сол сынақтың, үлкен сынақтың кезінде сізден альхамдулиллахыңыз шықса, ол альхамдулилля дегеніңіз таразыға барып түседі сізге. Жақсылықтың кезінде. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ойындағыдай болмай қалды жағдай. Қиындық келді. Сол кезде сөзі альхамдулилля қайтадан аля кулли хал деген сөз қосылады. Қандай жағдай болса да. Міне. Қиындықта да жиналып отыр ақыретіңіз, жақсылықта да жиналып отыр. Міне мұъминнің нәрсесі. Сондықтан тіл түзу жолда болу керек. Дұға, тілек деген нәрселер тура жолда болу керек. Сондықтан бұның кішкентай тармақтары болады. Кішкентай тармақтары. Бәлкім сіз жаңағыдай қарғыс шақырмайсыз. Бірақ сізден балаңызға, әйеліңізге міндетті түрде жұғып, ол соны өмір бақи істейтін адамға айналады. Мысалы, шай ішіп отырсыздар, сіздің ойыңыздағыдай болмай қалды, телефоннан дұрыс бір жақсы жауап күтіп отқансыз, бір жұмысқа байланысты. Бір кезде болмай қалды. Ана жақта болмайтын болды деді. Сол кезде сіз альхамдулилля, қандай жағдай болса да деген сөзді айту керек едіңіз. Дедіңіз, Алланың тағдырына келіспей жатсыз. Келіспесең де сен жеңемейсің ол заңдылықты. Ол жеңді сен. Сен көну керексің. Раббым, көндім деу керексің. Солай ғана сүйкімді боласың. Көнбегенде не істейсің? Не істей аласың? Не көрдің бе? Сондықтан құрып кеткір деген сөз шығуы мүмкін сол жерде. Өйткені адам ашудың кезінде не айтып не қойғанын да білмеуі мүмкін. Сол үшін Алла Тағала мына аятта бізге сол әдепті үйретіп жатыр. Әрдайым жақсылық тілеңдер. Ла тадғу аля анфусикум. Өздеріңе қарай жамандық тілемеңдер. Тек қана жақсылық тілеңдер. Мысалы, Яқуб пайғамбардың Юсуф баласы жоғалғанда, одан кейін Биньямин жоғалған кезде, сонда жылап отырып не дейді? Мысалы, екеуі де кетіп қойған кезде, үміт етем, Раббым олардың күллісін маған қарай алып келе ма деп. Кім жақсылық тілеу? Өйткені ой, шайтанның ең кірісетін жері. Сіздің ойыңызға бір кіріп алса, ол сол арқылы ол сізді билей алады. Сондықтан Алла Тағала жол бермес үшін Әл-Хадисул Қудсида сондай нәрсені айтады бізге. Ана инда зонни абди би. Мен құлым мен жайында ойлап отқанда ойының қасындамын дейді. Қараңыз. Құлым мен жайында ойлап отқанда мен оның ойының қасындамын. Фа ин зонна би хойрон фа хуа хойрун лаху. Егер мен жайында жақсы ойласа, өзіне жақсы болады дейді. Ва ин зонна суан. Егер де жамандық ойласа, мен жайында деген сөзді айтпайды. Өйткені жамандық, мен жайында ешкім жамандық ойлауға хақысы жоқ дейді. Жамандық ойласа, ол жаңағы шайтаннан келіп жатқан нәрсе. Онда сол жамандығы өзіне дейді. Адам баласы асығыстық табиғатта жаралған. Қашан иман мен білім біргеді, асығыстық деген нәрсе сізге дос болмайды. Асығыстықтан құтқаратын нәрсе тек қана иман және білім. Білім дегенде осы кітап пайғамбардың сүннеті көзделіп отыр ғой бірінші орында. Міне осы екеуі сіздің жетекшіңіз болса, иншалла, асығыстық деген табиғат, ашу деген нәрселер бәрі өміріңізден қалыс қала береді. Қала береділер, жұмыс істемейді. Өйткені білім оның орнына жұмыс жасайды. Не үшін Алла Тағала пайғамбарымызға уахиді түсіріп отқан кезде де, мысалы, бір сахаба келіп бір нәрсені сұрақ болса, сахабалардың айтуынша, сол кезде пайғамбарымыз жауап бермей үнсіз қалды дейді. Сосын біз білдік о кісіге уахи түсіп атқан деген осындай хадистер көп. Кім асықпайды, уахи келеді, жауап береді. Уахи деген білім, Алланың білімі түскен сол мәселелерге байланысты. Сондықтан да әрдайым білімге жүгінетін болсаңыз, асығыстық, ашу, ыза деген нәрселер сіздің өміріңізде орын ала алмайды. Өйткені күллі жаңағындай жаман сөзді де, жаман тілекті де, жаман ойды да әкелетін нәрселердің барлығы сол асығыстық. Ол шайтанға тән сипат.